Елге адал еңбек етіп, халық құрметіне ие болу, көптің қолынан келе бермейтін қасиет. Рас, әр адамда алуан түрлі қасиет, мінез құлықпен болмыс болады. Міне, осылардың барлығы ізгілік жолында үйлесім тапса ғана адам баласы бірдің емес, жүздің ықыласына бөленер анық. Сондай жандардың бірі де бірегейі, елімде еміреніп, жерімдеп жұмылып, еңбек еткен Атырау өңірінің ардақты ақсақалы, немере жиен шөберелердің сүйікті атасы, қадірлі әке, асыл жар Тұрсынбай Бақытұлы. Биыл ғази жүректің тоқтағанына тура 1 жыл болды. Уақыт ажалмен санасқан ба? 1 жыл түгіл 1 ғасыр өтсе де, Қарағайдай әулеттің ақылшысы, алтын діңгегі болған Абзал әкемізді әлі де жоқтап, сағынышпен еске ала беретініміз анық. Тек ағайын туыстың ғана емес, ауыл аймақтың да қабырғасы қайысты. Өйткені Тұрсынбай Бақытұлы өзімде емес, өзгеде болсын деп тұратын жақсылығы мол, адами болмысы ерекше жан еді. Өмірінің соңына дейін сол жайсаң, ақ көңіл адами қасиетінен еш айнымастан адал өмір сүрді. Ғибратқа толы ғұмыр жолы соның айғағы. 1936 жылы Атырау облысы Қызылқоға ауданы Миялы советінің Сулыкөл елді мекенде жарық дүниеге келген әкеміздің балалық балғын шағы сұрапыл соғыс және соғыстан кейінгі кезеңдермен тұспа-тұс келді. Елдегі жағдай әлі тұрақталмаған кез. Есін жиғалы бар білетіні барды қанағат тұтып, жоққа киімей өскені. Сондықтан әр күніне шүкіршілік етуден бір танбайтын. Жылдың ішінде ең жақсы көретін мейрамы жеңіс күнді ерекше құрметтейтін. Өйткені майдангердің ұрпағы болатын. Әкесі Сұлтанғалиев Бағыт 1941 жылы Ақтөбе облысы Ойыл ауданынан 2-ші дүниежүзілік соғысқа аттанып, жау қолынан қаза тапқан. Сөйтіп небәрі 5 жасында әкесінен ерте қалды. Қан майдандағы сарбаздар соңғы демі қалғанша жан аямай күрессе, тылдағы еңбекте толас тауып көрген жоқ. Бұл ретте анасы Мағзуға жалғыз ұлын жанына жетелей жүріп, ауыл әйелдерімен бірге майдандағы жауынгерлерге шұлық, қолғап тоқып, байпақ басып жіберіп отырды. Колхоздағы егін, мал шаруашылықтарына да өз үлесін қосып, жеңіс үшін бір тыным таппастан тер төкті. Мойнына жүктелген бар қиындыққа қарамастан, ұлына жақсы тәлім беріп, ұлағатқа жеткізген әжеміз 1988 жылы дүниеден озған. Бағыт атамыздың інісі Мәтжан мен күйеу баласы Сағида соғыстан оралмады. Қарындасы Қалима өңірден шыққан тұңғыш механизатор, трактор шәйел. Бағыт атамыздың анасы Қайыржан қызы Сағи әжеміз де ғұмырының соңына дейін ел игілігі үшін еңбек етіп, тәрбиелі ұрпақ өсіріп, 104 жасында өмірден өткен. Осындай ерлігі дастан, білекті бабаларымыз бен қайсар қиындыққа жасымайтын жігерлі аналарымыздың үрім бұтағы болғанымыз үшін үлкен мақтаныш. Жақсы қасиет балаға әкенің қанымен, ананың сүтімен дариды емес пе? Бұл ретте әкеміз Тұрсынбайдың алған тәрбиесі, оның өмір жолына оң бағыт берген үлкен азық, өмірлік мектеп болды десек, артық айтқандығымыз болмас. Бұл тәмсілді өзі де ылғи айтып, әкесінің, анасының, аға-апаларының рухына құран бағыштап, жеңіс күнін айрықша өткізуге тырысатын. Орта мектепті ойдағыдай аяқтап, әскерлік борышында абыроймен өтеп келген жас жігіт көкейіндегі негізгі мақсатын жүзеге асыруға асықты. Сөйтіп Семей қаласындағы геологиялық барлау техникумына қабылданып, қалаулы мамандығына қол жеткізді.
Дипломы қолына тиісімен ол алғашқы еңбек жолын туған өлкесіндегі Қазмұнайгаз барлау басқармасында техник геолог болып бастады. Білімдінің алды жарық деген қағидамен есейген Тұрсынбай Бақытұлы қызмет ете жүріп, Алматының политехникалық институтында білімін әрі қарай шыңдады. Осылайша жоғары білімді инженер-геолог атанған ол мұнай саласында ұзақ жылдар табанды еңбек етіп, ыстық суығына күйді, ширады. Жұмысшы ретінде қабырғасы қатайып, тәжірибесі толысты. Бірақ ешқашан толдым, болдым демейтін. Керісінше әлі де үйренсем, білсем деп үнемі ізденіс үстінде жүретін оның сонау Мәскеудің Иван Губкин атындағы техникалық университетінен білім алуда тектен тек емес. Өйткені жер қойнауын барлау, кен орнын игеру, қара алтынды өндіру дегендердің ауызға айтуға оңай болғанымен үлкен қажыр қайратты, жоғары біліктілікті, мол жауапкершілікті және үнемі жанашылдықты, ізденісті үздіксіз талап ететін сала. Бұл ретте жиған ілімін тәжірибемен ұштап, кәсібилігін биік деңгейге көтере білген Майталман Гурьев мұнай іздестіру, орталық мұнай барлау, Прикаспий мұнай барлау, солтүстік Ембі мұнай барлау экспедицияларында айшықты еңбегімен танылды. Табиғатынан қабілетті жан бір орында шектеліп қалмады. Өндірісте өнімді еңбек ете жүріп, оған қоса осындағы бастауыш партия ұйымына жетекшілік жасады. Ұжымның саяси белсенділігін көтеруге атсалысып, өзінің жан жақтылығын, іскерлігін байқатты. 1970 жылы Қазақстан мұнай газ барлау басқармасы қарасты Прикаспий мұнай барлау экспедициясына тиесілі геолог іздестіру партиясының жұмысы 3 бағытта жүргізілді. Біреуі Дария-Мола дейтін жерде, біреуі Түбарал деген жерде, біреуі Камыши-Түбі, оңтүстік Камыши-Түбі жерде жүргізілді. Енді біздер қазір айтайын деп отқаным, сол Южный Камыши-Түбі деген жерде 3 бұрғы жұмыс жасады. 3 бұрғының қондырғының жұмыстары тоқтаусыз жүруіне геология бағытында жұмысты мен Маджанов Қуаныш, сосын мені ауыстыратын Корба Иван Максимович дейтін екеуміз бірімізді кезек-кезек ауыстырып жұмыс жасап жүргенбіз. Сол 70 жылдың март айының қай күні екені қазір есімде жоқ, геолог Бақтияров Тұрсынбай Бақытұлы жұмысқа келді. Содан бастап Тұрсынбайды жақсы аралас болып кеттік, ағайындай болып кеттік. Себебі ол біздерді жасы кіші демеген жоқ, өзінің қатарындай сыйлады. Ал енді ол Тұрсынбайдың бір жақсы қасиеті, мына қай жерде болсын, жұмыста болсын, үйде болсын, әр уақытта ортаның адамы. Әртүрлі қызықты әңгімелер айтып, ортаны көтеріп отырады. Ал енді жұмыс жасаған уақытта біздер енді мына Камыши-Түбеден кейін Бегедар, Жаңаталап, Гран дейтін жерлерде жұмыс жасадық. Содан кейін мына Катаевскийде жұмыс жасадық. Тұрсынбайдың жұмысқа сондай ортада жұмыс жүруінің арқасында оған үлкен қоғамдық жұмыстарды бірге тапсырды, соны бірге атқарып жүрді. Сол ұжымның ортасында жүріп, біздер енді Тұрсынбайдың жақсы жағын көп көрдік. Мына өзі қатарларыменен сондай әдемі ойнайды, әзілдеседі, бірақ үлкендерді өте жақсы сыйлайды. Атырауымда геология жұмыс жасаған жылдары, жалпы біздің батыс өңірінде 80-нен астам мұнай кен орындары ашылды. Жайық пен Еділ ортасындағы елді мекенде, мысалы Забуруннан бастасақ, Түбарал, Жаңаталап, Қожа деген, Кемеркөл деген, Қырықмылтық деген сондай кен орындарда экспедиция жұмыс жасаса, бүкіл геологоразведканың бұл жерде сіңірген еңбегі көп болса, соның ішінде Бақтияров Тұрсынбай Бақытұлы да соның ішінде деп есептейміз. Себебі оның да
сол қазір өндіріп отқан мұнай кен орындарға өзінің қолтаңбасын қалдырды. Тұрсекеңнің менен 10 жылдық үстінде үлкендігі болса да, ол кісі мені жасы кіші ғой деп санамай, қасында бірге жүрдік бәріміз. Құда-құдағайларымызбен қарым қатынастығымыз өте жақсы болды. Бірге бар санаторийларға да демалдық. Қонақ дастархандарында да бірге болдық. Өте сыйлы адам еді. Ол кісі үлкен әулеттің басшысы болды. Басшысы ретінде ағайындарының бәріне ақылшы болды. Қолынан келген көмектерін көрсетіп, бәрімен де жақсы араласып, ағайындармен де жақсы араласып жүрді. Сол кісінің арқасында Тұрсекеңнің ағайындары бәрі деп айтуға болады, бізді де жақсы жағымыздан таниды. Ол кісі енді геолог ретінде осы Тұрсекең Атырау облысындағы кен орындарын ашылуға үлкен үлесін салды. Қатысы бар. Сіңгіре дейтін мекемеде істеп жүргенде профком болды. Профком ретінде жұмысшыларға путевка мен көмектесті, емделуге, балаларын Кавказ жақтағы денсаулықтыру демалыс лагерлеріне жіберді. Сіңгіре халқынан біраз сауабын алды. Бізге де енді мына үлкен кісі болғасын, жасы үлкен болғасын, біраз ақылын айтып, сол құдалықтарымызды нығайтуға біраз күш салды. Құдамыздың дүние салғанына 1 жыл болып жатыр. Сол құдалығымыз құда кетті деп үзілген жоқ. Жалғасып жатыр. Құдағайымызбен, құдабалдарымызбен, құдашаларымызбен жақсы қарым қатынаста жүріп жатырмыз. 1993 жылы ТШО жаңадан құрылып, білікті кадрларды іріктеу кезінде 30 жылдық тәжірибесі бар маман нағыз таңдаулылардың бірі болып қызметке қабылданған еді. Жас компанияның қадамына қарқындылық, дамуына серпінділік берген, өсіп өркендеуіне өзіндік зор үлес қоса білген Тұрсынбай Бағытұлы 2001 жылы Зейнет демалысына шықты. Саналы ғұмырын елдегі мұнай-газ саласын дамытуға, ел байлығын еселеуге қосқан өлшеусіз еңбегі ескерусіз қалмады. Оның Қазақстан Республикасы жер қойнауының құрметті барлаушысы атағын иеленуі, ұзақ жыл төккен ащы тердің ізгі жемісі. Одан бөлек әр жылдарда өңіріне тағылған медальдар мен төс белгілер және бар. 2002 жылы зейнетке шықса да ардагер геолог үйде жатпады. ТШО-дағы ардагерлер кеңесінің төрағасы болып, білгенін жастарға үйретті. Кейін геолог ауылдық округінің соғыс және тыл ардагерлері мен еңбек ардагерлері ұйымының төрағасы, Қазақстан мұнайшы геологтар қоғамының және Атырау аймақтық мұнайшы қоры комиссиясының мүшесі сынды қоғамдық жұмыстарға белсене атсалысты. Ұлттың болашағын, елдің тағдыры мен жердің ертеңін ойлайтын абзал азамат осылайша еңбек майданында бір дамыл таппады. Ол өз балаларын да еңбек сүйгіштікке, адалдыққа баулады. Иман жүзді, ақ жарқын болмысымен ұл қызына үлгілі әке болды. Құдай қосқан қосағы Асланамыз Жұмағызбен 1967 жылы бас қосып, ұрпақ өрбітті. Бұл күнде ұл қыздары бізде бір-бір отбасының тұтқасын ұстаған әке-ана, ата-әже атанып отырған жандарымыз. Асланамыз Жұмағыз Сейсенәліқызы Атырау мұнай-газ геология бірлестігінде 20 жылдан астам кадр бөлімінің аға қызметкері болып, 2003 жылы зейнеткерлікке шыққан. Аллаға шүкір, бұл күнде ортамызда. Немере шөберелерінің қызығын көріп отырған жайы бар. Әкеміз Тұрсынбай Бағытұлы ағайын тума құда жекжат ортасында өте сыйлы азамат болды.
Өзі де жақындарын әрдайым құрмет тұтты. Әсіресе әкеміздің қиын қыстау кезде бір отбасын асырап, өз ұрпағы мен бауырларының қамқоршысы болған Қалима апасына деген ықыласы ерек еді. Отбасылық кәсіп бастап, геолог елді мекенінен мейрамхана ашқанда оған Қалима деп атау беруі қазақтың қайсар қызына деген зор ықылас еді. Тұрсынбай Бағытұлы жайсаң, әзілғой ортаның адамы болды. Әрдайым айналасына позитив сыйлайтын. Жасы үлкен болса да қимылы ширақ, өзін сергек ұстайтын. Той-томалақтарда ән салып, отырыстың сәнін кіргізетін. Көзінің тірісінде кісілік келбетімен адамгершіліктің нағыз үлгісі бола білген абзал жан сәулелі ғұмырында артына өшпестей із қалдырып, бақытты қариялыққа жетіп, 86 жасында өмірден озды. Әлі де ортамызда жүрсе дейді, қимас көңіліміз. Әкеңнің қарайып қасында жүргені, мұна жалпақ әлемде бар екенін сезінудің өзі қандай бақыт ет шіркін. Ал Асқар Таудай әкеміз үшін ең үлкен бақыт біздің жетістігіміз, өсіп өнгеніміз, дүниенің бір кірпіші болып қаланып, түзу өмір сүргеніміз. Аллаға шүкір, бүгінде ұрпақтары сол әке аманатына қылау түсірмей келеді. Бұл күнде ұлы Болатбек жоғары білікті мұнайшы. ТШО компаниясында еңбек етеді. Келіні Қайырғалиева Роза әлеуметтік қамсыздандыру саласының маманы. Немерелері Айдын, Алмаз, Атырау мұнай-газ институтын тәмамдап, мұнайшы мамандығын иеленді. Немере келіні Перизат та мұнай саласының маманы. Алихан АПЭК Петротехник жоғары колледжінің студенті. Шөбересі Әмірхан да атасындай білікті маман болады деген сенімдеміз. Бір сөзбен айтқанда, Бақтияровтар мұнайшылар династиясы атанып отырған әулет. Қыздары Дәрігүлі медицина саласының маманы болса, ал Нұргүлі мен Зергүлі жеке кәсіппен айналысады. Мөлдір, Ермерей, Диляра, Дилнора, Ернар, Мүбин атты жиендері жайқалып өсіп келеді. Өткенге зер салып, шежіреге бойлау, тарихты танып, ата-бабаларды еске алу, жет атаны ұмытпау Бақтияровтар әулетінің ұстанымы. Жет атасын білген ер, жеті жұрттың қамын жер демекші. Әулет үлкендерінің бұл игі ісі құптарлық жайт. Бұл ретте әкеміздің ағасы Рахметжан Бақтияров пен Гүлшат Бақтиярованың әке аманаты деп аталатын шежіресі әулетіміз үшін үлкен жетістік. Одан бөлек, ерен еңбегімен танымал әкеміз туралы ТШО-ның ардагерлер әрқашан ардағымыз атты басылымына, сондай-ақ республикаға белгілі Мерейлі мекен журналына арнайы мақала ретінде шығуы біз үшін үлкен мерей. Қазір үйде отырған 90-ға жақындаған ардагер шалдың біреуімін. Кезінде балықшыда аймақтық соғыс еңбек ардагерлер кеңесінің құрылтайшы болып құрған азаматпын. Сол үйге келіп жатқаннан кейін де ардагер шалдар мені шақырып қоймай, өзің құрған ардагерлер кеңесі ғой, бізге кел, үйде қарап отырасың ба деп сол кеңеске келдім. Келсем, 7-8 шалдар отыр екен, ең үлкен жаңа Түсіпәлиев, сосын жаңағы Бақтияров, Тұрсынбай деген ақсақал, тағы басқа осындай көптеген ақсақалдар отыр екен. Соған келіп, ал енді сіз қош келдіңіз, бізге мүше болдыңыз, үйде болды, неге жатасыз деп, сол жерге келіп танысып, сол ардагерлер кеңесіне мүше болдым келіп алып. Сол Тұрсынбаймен таныса келсем, бұның өзі руы Шеркеш екен, менің хозяйкам Шеркеш еді. Тұрсынбайдың алған жолдасы, менің үлкен қарындасым Сәлима-мен екеуі мектептерге бірге оққан екен. Сонан кейін, ойбай, маған күйеу бала болдың ғой дедім, мен жасы үлкен ғой. Не оттап тұрсың, сенің үйіңдегі қарындасым ғой менің, Шеркеш, сен күйеу баласың дейді, сан екеуміз айтысатынбыз. Жоқ, сен күйеу баласың, сен күйеу баласымен айтысып,
сонымен жақсы жолдас болып кеттік. Сол 4-ші күні, 1-ші күні аптаның 2 күнінде сағат 9-да кәдімгі бір керемет кеңсеге келетін кісідей келеміз, бірақ ровно 12-де кешікпейміз, әрқайсымыз үйімізге тарап кетеміз. Соған дейін отырып өзімізше әңгіме дүкен құрамыз. Кейде келуші ардагерлер болады, әртүрлі арызбен келетін кісілер болады. Сол арыздарын қарап, оның үстіне біз қайтадан арыз жазып, оны әкімшілікке тапсырамыз. Сондай жұмыстар жүргіземіз. Сосын ара тұра біздер енді мынау Наурыз мерекесі, ал 30 октябрь қарттар күні дейтінде соларды бойлайда ұйымдасып, үлкен шаралар өткізетін болып жүрдік ардагерлер кеңесінде. Бұл кісі геолог кісі ғой енді. Кейде мақтанады, осы геология саласында мен 40 жылдың үстінде еңбек еттім. Мына жиналыс болса қалмайды, мені шақырады, маған ақша бер деп мақтанады кейде. Біз сосын ақшаңнан бізге дәм тигізбейсің бе деп оны тағы келеміз дейміз ғой енді. Тұрсынбаймен неміз үзілген жоқ. Ол кезде араласымыз, қатынасымыз өте жақсы болды. Енді өмір ғой енді, ол кісі азғантай ауырды, өмірден кетіп қалды. Енді артында қалған семьялары, енді Тұрсынбай иманды болсын, енді семьяларына өзінің рухымен желеп жатсын дегеннен басқа не айтамыз, енді басқа айтарымыз жоқ. Біздер мынау Шеркеш, Батырқожа, Атысқан, Тоқтабай ұрпақтарымыз. Осы атадан тараған көптеген аслағаларымыз жақын арада бұл дүниеден өтті. Рахметжан ағам дейді, Құсекең ағамыз, Іскендір ағамыз, Орынбасар ағамыз, Есенжан ағамыз, Жәнібек ағамыз, Тұрсынбай ағамыз, Түркен ағамызбен тікелей қатысуымен Атырау өңірінде көптеген кен орындар, мұнай кен орындар ашылған. Исатай ауданында Камышитовый, Мартыши, Жаңаталап, Орталық Жаңаталап, Шыңғыс Жаңаталап, Забуруни, Гран деген кен орындар ашылған. Бүгінде олар Жайық мұнай газ кен орын болып жұмыс істеп жатыр. Қызылқоға ауданында Қотыртас, Орыс Қазған, Жолдыбай деген кен орындар ашылған. Бүгінгі таңда олар Қайнар мұнай газ кен орны. Сондай Жылой өңірінде де жаңа кен орындарын ашылуға атсалысқан Жыланқабақ, Пустыни, Қамыскөл, Тажғали деген кен орындарын ашылып, бүгінде ол Жылой мұнай газ кен орны. Осы көптеген кен орындарын ашуына тікелей атсалысқан Түркен көптеген мемлекеттік сыйлықтарының иегері болды. Ағамыз өмірде көңілді, жарқын келбеті, әзілқой әңгімелері бізді таңғалдырып, тыңдағымыз келіп отыратын шіркін. Ағамыздың үйінде қонақта болғанда ағамыз әзілқой әңгімелерін айтып, құрмет көрсете отырып, әй жігіттер, қол қарамаймыз ба дейтінде әзіл әңгімелеріміз есімізден қалмайды. Ағамның ағайынға деген құрметі, сыйластығы өзгеше еді. Қай кезде де өзінің қарапайымдылығымен, ашықтығымен, еңбек сүйгіштігімен айналасына үлгі болған азамат туралы қызметтес серіктестері, көз көрген жандар оның адалдығын айтып, әрдайым аузынан тастамайды. Сондай әріптестерінің бірі Ырысқали Арысов. Тұрсынбай әкеміздің ағалық қамқорлығын, еңбек жолындағы бауырмалдық қарым-қатынасты, әріптесіне деген ілтипатын жылы естелігімен жеткізіпті. Әсіресе Елекбай арқылы Түрекеңмен танысып, ол мені жанұясымен, анасымен, жолдасы Жұмағызбен, Рахмет ағаймен, Қалима апаймен, інісі Жәнібекпен таныстырып, достығымыз ағайыншылық қарым-қатынасқа айналды. Ауылдағы ағайынның той жиыннан мені қалдырмай, етене бауыр басып, тіпті менің тойымды Түрекеңнің өзі басқарған, деп жазған жан тебіренерлік арнау жолдары жүрегімізге жылылық ұялатты. Қазақта маңдайы терілмегеннің қазаны қайнамайды деген жақсы сөз бар. Істің көзін, еңбектің ебін тауып, қазыналы аймақтың қара алтынын халық игілігіне жарату жолында
еңбегі орасан майталман жайында әлі талай айтыла да жазыла да беретін анық. Саналыда тәрбиелі ұрпақ қалыптастырып, артына өшпес із қалдырған ардақты әкеміздің арманы жоқ шығар дейміз. О дүниеде де бізге тілеулес боп, демеп жүрген болар бәлкім. Өйткені ол иненің жасауындай бақтың өзін бағалай білген жан еді. Жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа болсын. Әке.